39 сабақ. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпайық. Мен сендерге тапсырмалардың жауабын ауызша айтып кетемін. Сендер сол жауаптарды дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Үлгермей жатсаңдар, видеоны қайтадан қосып жазуларыңа болады. Сағаттың шығу тарихын зерттеймін. Тура және ауыспалы мағыналы сөздер. 9 тапсырма. Жұмбақты оқып шешуін тап. Таңдайы тақ-тақ талмайтын неткен жақ. Бір өзінде екі тіл сөйлемейді, бірақ бұл сағат. Жұмбақтағы қарамен берілген сөздерге назар аудар. Бұл сөздер нені білдіреді? Бұл жерде таңдайы, жақ, тіл. Бұл жердегі сөздер ауыспалы мағынада берілген. Тіл сөзі қандай мағыналарда қолданылады? Тіл сөзі екі түрлі мағынада қолданылады. Біріншісі ол адамның тілі, екіншісі сөйлеу тіліміз, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі деген сияқты. Сағат не үшін керек? Сағат уақытты білуіміз үшін керек. Суреттегі сағаттарға қара, суреттер бойынша сағаттың шығу тарихын болжап көр. Ең бірінші сағат құм сағат болған. Ол ерте заманда шыққан. Құм сағат әр 2 сағатта толатын болған. Екінші түрлі сағат кейіннен келіп шыға бастады. Және қазіргі замандағы 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші сағаттар қазіргі заманның сағаттары болып табылады. Отбасы мүшелері қай сағат түрін пайдаланады? Сен өзің қай сағат түрін қолданасың? Отбасы мүшелері 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші сағаттарды қолданылды. Мен 6-ші сағат түрі мен 4-ші сағат түрін қолданамын. 10-ші тапсырма. Берілген сөздер тобын пайдаланып сөйлем құрап жаз. Алтын уақыт, алтын сағат. Біздің уақытымыз, алтын уақытымыз, алтын сағат. Бұл жерде алтын сөзі ауыспалы мағынада беріліп тұр. Яғни қазіргі біздің өтіп жатқан уақытымыз біз үшін өте алтын, өте бағалы уақыттардың біреуі. Біз осы уақытымызды босқа өткізбей, пайдалы жұмыстармен айналысатын болсақ, келешекте бізді өте керемет жақсы өмір күтіп тұр. Өзің уақытты қалай пайдаланасың? Осы сұрақтың жауабын топта талқылауға тырыс. Балалар, сендер уақытты қалай пайдаланасыңдар? Комментарияда өз жауаптарыңды күтемін. Сөздер өзінің негізгі мағынасынан басқа мағынада қолданылады. Тіл дене мүшесі тура мағынада, сағаттың тілі ауыспалы мағынада. 11-ші тапсырма. Тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз. Жаз көрпені, кісі күт, қонақ келсе үйге құт. Жаз әріпті сандарды, жазу өнер сындарды. Жаз көрпені дегеннен кейін үтір болады. Кісі күт, қонақ келсе үтір, үйге құт. Жаз әріпті үтір сандарды, жазу өнер сындарлы. Бұл жерде жаз сөзіміз екі түрлі мағынада қолданылып тұр. Бірінші мағынасы жыл мезгілдеріне арналған, екінші мағынасы ол дәптерге жазу туралы қолданылған. Қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндір. Өзің үйге келген қонақты қалай қарсы аласың? Мен үйге келген қонақты өте керемет көңіл күймен, керемет дастарханмен қарсы аламын. Қонақты құрметтеп, қадірлеп, оны риза етіп шығарып салу керек. Сонымен балалар, 39-шы сабақ бітті. Түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып сұрай берулеріңе болады.